Йоу, сәлем, YouTube әлем. Сіздермен бірге мен Аялуингс достар. Бүгінгі видео бізде менде не бар, не жоқ түс. Біз бүгін сіздермен бірге асықпай отырып сөйлесетін боламыз. Да, бүгін күн өте ыстық, прям ауа жоқ. Сол үшін мен өзіме так. Енді жаз басталды. Сіздер өздеріңіз де білесіздер, бізге экзамен жүріп жатыр. Ертең бізге экзамен болады. Орыс тіл пәнінен біз уже 2 пәнді тапсырып тастадық. Алгебра и қазақ тілі. Так. И вот, бүгін енді сіздердің барлықтарыңызды жаз мезгілінің өте керемет өтуімен тілектеспін. Скоро идея туралы видео шығаратын боламын. Ал қазіргі темамыз ол менде не бар, не жоқ. Так, бірінші ол менің өзімнің отбасыма келген. Менде өзімнің әжем бар. Менің мамам сияқты болып кеткен жан. Мен айтатын едім ғой, әжемнің қызымын деп. Вот. Сондай мәселе. Менің әжем бар. Я так сильно рада. Я ее так сильно люблю. Обожаю. Деп. Неге қобалжып жатқанымды білмеймін, бірақ мен демала алмай отырмын. Өйткені мен кішкене ауырып тұрған болатынмын. Сондықтан солай. Так, бірінші очередь ол менің әжем. Мен әжеме барлық алғысымды айтқым келеді. Осы уақытқа дейін осылай жүргеніме менің әжемнің арқасы. Сондықтан әже, I love you. То есть мен оны әже демеймін. Ол кісіні мен мамзель деймін. Мен всегда мамзель деймін. Апа, мамзель и все. Менің алдағы уақытта мечтам ол үй алғым келеді. Өзімнің жеке үйім болған қалаймын. Әзірге менде үй жоқ. Но мен өте қатты қалаймын, то что біреудің үйінде тұрғым келмейді. Өзімнің үйім болған қалаймын. Сол себептінде сондай мечта. Онымен қоса менде планда көлік алу бар, екінші. Ол менде әлі әзірге жоқ. Маған именно гелик ұнайды. Короче, ладно, көлік. Маған Феррари и гелик ұнайды негізінде, солай. Еще көлік алғанда ең бастысы кішкентайынан бастау керек, сосын былай өсесің. Бірақ маған ең бірінші орында үй деген. Еще, ребята, менде уже ютубта 70-тен асты подписчигім. Да. Негізінде именно ютубта подписчик деген ол, не знаю, мен үшін 70 қанша әдетте. Мен үшін подписчик деген ол өте күшті. Менің осындай аудиториям бар, так что мен радамын. Спасибо вас. Спасибо всем, люблю вас. Менің ютубта аудиториям бар. Пока что менің жұмыс орным жоқ, мен әлі оқып жүрген студентпін. Оқушымын деген ба. Короче, сонда мен жұмыс орным, пока что менде жұмыс орным жоқ. Еще менің өзімнің жеке ақшам жоқ деген ба. Мен әлі жұмыс істемеймін, әлі ақша таппаймын, сол себептінде менде кәдімгідей ақша деген жоқ. Тағы да айтатын жайт, ол менің ютубта кәдімгідей тағы да бір айта кететін жайт, менің подписчигім жеткілікті емес. Сондықтан обязательно түрде тіркеліп кетіңіздер. Көріп отқандарыңызда қаншама адам мені без подписки көреді. Что это? Ладно. Сонымен, достар, тіркеліп кетіңіздер. Тағы да айта кететін жайт. Мен өзім достарым бар, я. Менде достар жетерлік. Сондықтан оған да шүкір деген ба. Мен өте қатты қалайтыным ол менің өзімнің брендім болса деймін. Бренд емес, то есть менің өзімнің гардеробымда бір стильде киінгім келеді. Сондықтан пока что ол да менде армандарда бар, бірақ қазірге ол менде жоқ. Тағы да менің бір мечтам, ол мен шетелге шыққым келеді. Ондай возможность менде пока что жоқ. Сондықтан бұл да орындалады деген ойдамын. Пока что мен өзімнің оқу орныма түсем деген возможностьті білмеймін. Сондықтан өзімнің оқу орныма пока что менде белгілі бір 9 сыныптан кейін қайда баратыным белгісіз. Сондықтан сондай арман. Немесе өзімнің оқуға түсем, как-то так. Или мектепте оқимын.
ол да белгісіз, так что менде ондай возможность тоже жоқ. Менің негізім жоқ, как вы поняли, менің негізім жоқ, мен өзім ғанамын, так что на самом деле менің өте қатты қалайтын армандарымның бірі, ол мен как-то так эстетикер болып жүргім келеді, андай бір әдемі, стильно киінетін, сондай қыздардың қатарына болғым келеді, сондай мечта. Менде пока что еще маникюр жоқ, мен оны жасатуым керек. Мен шашым әлі боялмады, оны да істету керек деймін. Короче, сондай. Еще менің бір армандарымның бірі, менде әлі брекет жоқ. Мен брекет таққым келеді, еще персинг. То там или там, или вот там. Еще мен андай тіс таққым келеді. Типа вампирлардың тістері сияқты. Менде сондай армандар, достар, сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Что ж, достар, надеюсь, все. Біраз нәрсені айттым, осылардың бәрі мақсат болып қалады деп ойлаймын. Потом көре жатармыз. Алдыда әлі видеолар күтіңіздер. И скоро менің туған күнім. Короче, вот. Ендеше, достар, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Я хочу өте көп аудитория. Так что, көргендеріңізге рахмет. Лайк баса салыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар.